Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен могуру лагманның рецебін бөлісемін. Соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керегі ол саңырауқұлақ, яғни могу. Қолыммен орташа бөліктерге бөліп, жуып тазалап дайындап қойдым. Енді керекті басқа да көкөністерді турап дайындап аламын. Етті бейнеде көрсетілгендей етіп шұқалап тураймыз. Бірнеше қайтара жуып, қанынан арылтамыз. Тұз, вежин, крахмал және жұмыртқаның ағын қосып маринаттаймыз. Ең соңынан сұйық майды құйып, араластырып 20 минутқа қалдырамыз. Маринатталып дайын болған етті қызып тұрған майға салып, суынан арылғанша қуырдым. Үстіне чеснок, лазжан, пияз, помидорды ретімен сала отырып қуырдым. Дәмдеуіштерден тұз, соя тұздығын қосып, оның үстіне могуды салып, 2-3 минуттай қуырдым да, жарты шай қасық жижинді салып, үстіне 1 кесе су қойып, 2 минуттай қайнаттым. Ең соңында қызыл жасыл бұрыштарды және майдалап туралған чеснокты салып, 1 минуттай бұқтырамыз. Алдын ала дайындалған лагман қамырымен бірге дастарханға ұсынамыз. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.